Ауылым-ай, жаз, тихий час. Есіктің алдына шығасың. Жаздың жазывый музыкасы шығып тұрады жан-жағыңнан. Сорлы тауық жыртылатын болды ғой, ағай. Шапалақ ұрсаңызшы. Есіктің алдына шығасың да ысқырасың. О кезде связ, сотка деген ауылда болмайтын. Ол кездегі связ қазақ баяғыдан білгенбіз ғой, бір-бірімізді сымсыз, бір-бірімізді іздеп тауып аламыз. Әр жылғылардың өздерінің ысқырығы бар шіркін-ай. Мен 85-пін. Біздің ысқырық мынандай болатын ауылда. Ауылға скидывать етесің, соткының тілімен айтқанда. Ауылдың ана шетінен бір кластасың естейді, ол ответ қайтарады. Алыстан шыққан ысқырық шығады. Жел бар, үйлер бар, талдар бар, тамдар бар. Скрытный болып қалды ма? Одан кейін, даусың шығарсай дегенде жыртылып тұрып сықырасың, екі саусақты ауызға тығасың. От сол кезде ол да жыртылады ау деймін. От ит кетеді сол кезде. Боранды күні баламен ит құтырады деген бекер айтпаған. Итім оның тірлігі, оны сол үшін асырап отыр. Қора жақта жүру керек қой ол. Қораны қору керек. Жоқ, қасыңа кеп беру керек. Ана жақты ести алмай тұрғанда, ол да бір кластастарын іздейтін сияқты. Қора жақтан келе жатыр. Ана бөліп келе жатса, значит, жүгіріп келе жатыр деген сөз. Жынды адам құсап ауылда итпен сөйлесесің. Ауылдың адамдары болса, любойыңыз итпен сөйлескесіздер бөлек тұрған кезде. Естеріңізге түсіріңіздер. Түсірейін ба? Не болды? Сөйтсек көршіміздің иті кетеді, құрдастары бар екен онықты. Кішкентай класстар болды ғой, кішкентай. Одан кейін үйдің иті кетеді. Одан кейін үйдің иті кетеді. Одан кейін үйдің иті кетеді. Одан кейін үйдің иті күліп жүретін ит. Онда енді сақынада айтуға болмайды атын. Киелі сақына мәдениет. Осым артында 5-6 ит жүреді. Білмеймін, көңілді жүреді өздері. Ал. Жеті қазынамыздың бірі ғой. Олардың тойы сондай, шапалақ ұрып қойыңыздар. Жалпы құрмет деп атады ғой итті. Иті болған жақсы деп. Одан кейін маған қатты ұнайтыны қойдың кезегі келе жатқан көрініс. Ауылдың шетіне кіріп келе жатқан қой кезекті көрсең, сіздер қойды просто жалпы көресіздер. Мен құсам менің көзбен қараңыздаршы.
Қой кіріп келатқан кезде алдында 5-6 ешкі келе жатады. Олар кімдер? Гаишниктер емес. Олар жеңгелер. Ауылдағы жеңгелер. Үйдегі лаққа сүт әкелатыр. Орталарында бір өсек бар. Серке ма, секті ма біреу жамандайтын шығар. Әңгімесін тура қарасаң өсек сияқты. Қасында подружкасы поддержка беріп келатады. Ай. Артында сіңілілер келатыр, әлі күйеуге шықпаған. Туша шібіштер. Текелерге қырындап келатыр, ойдың сықылық келеді. От текелер келатыр. Өзі 3 теке бар. Ауыл бойынша 300 ешкі бар. 3 теке, өздері блатной, абырой жетеді. 300 ешкісі бар ғой. Жүрген жүрістерін көрсең, көздері аларып кеткен, сақалдары өсіп кеткен. Ауыздарында бір живачка. Одеколон ұрып тұр. Осы жерде бір шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Шындықты шындыққа жанасады ғой негізі. Одан кейін біз айтамыз. Мына малды ары қарай айдаңдашы, мейді жеді ғой. Ары айдаңдашы, мыңғыртпай дейміз ғой. Жоқ, құрметті ағайын, малдың ішінде бір дауысы бар, өнері бар біреуі тұрып. Қалған ананың даусына, өнеріне таң қалады екен ғой қасында жүргендер. Шаңғытып мал кіреді. Андай өнерге түк қатысы жоқ біреулер болады. Өкпесі ауырады кішкене. Оның өнері не ағысын ол? Еще түшкіреді ғой. Қораға малды айдап келесің. Сиыр келеді. Сағат 12-лерде сиыр келеді. Асықпайды олар. Міндет жүрген жүрістері. Сүт әкелатыр ғой. Өй, мен келатырым дегенде міндет қып айқайлайды алыстан. Мен саған сиыр сауды үйрететінем. Сиыр бит сауасың, кім білет, ауылға барып қалсаң. Болады ғой, бірдеңемен барып қаласың ауылға. Сол кезде сиыр сау деген кез бит сауасың. Астына шелек қояды, қаңылтыр шелек. Бірінші болып сүт бит түсет ішіне. Мынандай болып келген ғой өрістен. Бір бәле болып қалады дейді. Бітті, дым жоқ, одан кейін барып бұзауды жібереді. Сағат 12-ден 15 минут кеткен кезде, ровно 15 минут кеткен кезде ешек ақырады. Өлі, мен шынымен ешек болам ба не? Ешек бола ма деп тұрсыздар ма? Жасым 34-ке келді ғой қазір. Ят қой, мен тұрсам мына жерде ешек боп. Осындай зиялы қауымның алдында. Деп. Өлі, пазарай. Әп-әдемі қыздың тойында. Деп. Одан сайын мен жіберсем, еще бір балам бар. Саптадың ба не? Әзіл ғой. Одан кейін тапчан қари киіз үйдің ішінде ұйқыға кетесің.
Елестетіңіздерші, киіз үйдің ішінде жатсыз. Түңілік жартысынан ашық, ар жағында шайдай аппақ аспан, жұлдыздар ар жағынан жымың. Ішінде жатсың, жан жағында мынандай дыбыстар. Бұл менің атам ғой. Ана қорылдаған кезде бір өкпенің сырлы қосылады. Жасы күлсең кәріге күл дейді. Ол әулетіміздің үлкені. Мен әулеттің ең кішкентайымыз. Екеуміз ойнаймыз. Атам ұйықтаған кезде қобыздың дыбысын шығарады, түс көріп жатып.